жануарлар және тіршілік. Оқулығымыздан 56-шы бетті ашып отырайық. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын түсіну, жетекші сұрақтар арқылы нақты ақпараттарды анықтау, сюжетті суреттердің желісін анықтап, әңгіме құрастыру, антоним-синонимдерді мәтіннен таба білу, қолданысын анықтау. Бағалау критерийлері. Оқылым мәтіні бойынша негізгі ақпаратты анықтайды, сұраққа жауап береді. Мәтіннен синоним сөздерді тауып, олардың қолданысын анықтайды. Суретке тақырып қойып, сюжеттік желісін сақтай отырып, шағын әңгіме құрайды. Ереже дәптерімізді алып, бүгінгі тілдік бағдарымызды анықтайық. Синонимдер. Синоним сөздер дегеніміз айтылуы әртүрлі, бірақ мағыналары бірдей немесе бір-біріне жақын сөздер. Мәселен, сабырлы, байсалды, төзімді, ұстамды және салмақты. Бұл сөздерді алып қарасақ, мағыналары бір-біріне жақын, бірақ әртүрлі дыбысталып тұр. Яғни бұл сөздерді синоним сөздер деп атаймыз. Мәселен, көп, мол, жылдам, шапшаң, жақын, таяу және де тағы да басқа. Ал антоним дегеніміз мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мәселен, көп, аз, алыс, жақын, биік, аласа, ұзын, қысқа. Антонимдер ойды әсерлі, бейнелі түрде жеткізудің оңтайлы құралы болып есептелінеді. Ал ендеше мәтінді оқып, осы мәтіннен синоним сөздерді теріп жазайық. Аружан көрікті, тәрбиелі қыз. Оның сіңлісі ажар да сұлу, парасатты қыз. Аружан қандай инабатты болса, сіңлісі де сыпайы. Аружан жұмысты тез бітіреді. Айжан одан да шапшаң. Енді мәтіннен синоним сөздерді теріп жазасыздар. Мәселен, Аружан көрікті, Айжан да сұлу. Мұнда көрікті және сұлу синоним сөздерге жатады. Екінші тапсырма. Асты сызылған сөздердің антонимін табыңдар. Айгүлдің шашы ұзын, көзі үлкен, дауысы жіңішке, бойы аласа, денесі арық. Сіздерге тапсырма. Асты сызылған сөздердің антонимін табу. Келесі бізде оқулықтан 57-ші бетті ашайық. Оқылым мәтіні. Жануарлардың мінез құлықтары. Табиғат ананың төл перзенттерінің қызықты қылықтары мен жұмбаққа толы сан алуан деректер қоры адам баласын еріксіз таңғалдырары сөзсіз. Мысалы, қобландар мысық тұқымдастардың ішіндегі ең епті, жылдам жүгіруге бейімделген жыртқыш аң. Олар өте жақсы өрмелеп, суда жүзе алады. Қасқырлар топ-топ болып, үйірлер құрып тіршілік етеді. Қасқырдың бөлтіріктері ата-анасымен 10-54 айға дейін бірге тұрады. Үйірді көсемі басқарады. Кит әндері дегеніміз, киттер бір-бірінен хабарласу үшін шығаратын дыбыс. Олардың әндері белгілі бір үлгіні қайталап тұратындықтан адам әніне ұқсайды. Дельфиндер ең ақылды су жануарлары. Дельфиндер адамдар мен адам тәріздес маймылдардан кейінгі ең ақылды жануарлар. Дүниеге келгеніне 2 күн болған қарақұйрық сағатына 95 км жылдамдықпен жүгіре алады. Араның ызыңы өзінен емес, қанаттарының қағысынан шығатын көрінеді. Олар қанаттарын минутына
11400 рет қағады. Тиын керемет бағбан. Миллиондаған теректердің көптеп өсу себебі тиынның қырып, тығып кеткен дәндерін ұмыт қалдырғанынан болуы керек. Жануарлар әлемі балалар энциклопедиясынан алынған материалды бірге таныстық, Ал ендеше, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтінде қандай ой айтылған? Қандай жануарлар тез жүгіреді? Ән салатын жануарлар бар ма? Ақылды жануарларға нелер жатады? Дескриптор. Мәтін бойынша негізгі ақпаратты анықтайды, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. Бағалау критерийі. Бірінші тапсырма синоним табу 3 балл, екінші тапсырма 3 балл, мәтінді оқу 2 балл, сұрақтарға жауап беру 2 балл. Барлығы 10 балл. Ал енді қысқаша тест сұрақтарына жауап берсек. Көрікті сөзінің синонимін табыңдар. Сабырлы сөзінің синонимін табыңдар. Батыр сөзінің синонимі мен антонимін табыңдар.